çaptırıp şapan japkan bar saltın ay. Ötse tağı kıylı türlü kaldır zamandar ay. Kazak kana özgürtpeydi baz kalkın ay. Kündür kıy oynatkan kazağım ay. Jır terbegen yürekten jır жазамын ay. Dübür toy toylatkan dumandatıp tausılmasın kadeli ak tileklerin kazağım ay. Kündür kıy oynatkan kazağım ay. Jır terbegen yürekten jır жазамын ay. Dübür toy toylatkan dumandatıp tausılmasın kadeli ak tileklerin kazağım ay. Kadırmenli Kudalar hoş geldinizler. Hoş gördük. Kanekingen davletlerimizden ülkeleri bastap töbege karaya çıksak. Jayılgan aktaslarkan ekici dastarkan da jirіңіздер Kanekeng. Ülkelerimiz bastap. Çok bakımız şey istemez. Büyük olsun ağayın Kanekeng.
естеріңізге ал қадірменді құдалар, қош келдіңіздер. Ал енді өзіміздің ағайын туыстар, құдаларымыздың барлығын дастархан төріне жайғастырсақ, келіңіздер, ақ дастархан басына жайғасыңыздар. Керемет қуаныш, құдалығымызды баспай, әдеттен озбай, уақытты созбай, керемет дастарханымызға жайғасайық ағайын мінекей. Келіңіздер, дастарханнан орын алыңыздар. Ай, рахмет үлкен. Не деген шапалақ мені аштырып жатқан деп қояйықшы ағайын мінекей. Ай, рахмет. Адамзаттың абзалы болған пайғамбарымыздың сүннеті мұсылманның міндеті дейді. Төрдегі отырған қадірлі ағайынмен, ассалаумағалейкум қаптаған ел, той десе ешбір тыным таппаған ел. Бүгін мына ақ дастархан жайылар деп бастасаңыз сармайға сақтаған ел. Ассалаумағалейкум, қуанышқа келген елім, қуанышқа бөленсін өлеңдерің. Қол соғып қошеметтеп отырсаңдар, уағалейкум әссәлем дегендерін деп бір амандасып алуды жөн санадым ағайын. Тарихы бар Тараз шаһарының төрінде орналасқан осы бір мейрамханамызда Алланың бұйрығымен ақ түйенің қарны жарылып, ақ қошқардың басы кесілген күн ағайын. Міне дәл өздеріңіздің қыздарыңыз өсіп өрістеріңіз кеңейіп, жаңа бір елмен құда-құдағи болып жатқан жайларыңыз бар. Ал біздің бұнда ұлымыз өсіп шаңырағымыз биіктеп жатқан жай бар. Бүгінгі керемет жайылған ақ дастарханға құда деген бір ел бар, құдай қосқан, шырай қосқан, шырқына шырай қосқан. Құдаларды құдайың өзі olmasa қара жерде қайсып құдай дастуға дейді. Қадірменді құдалар, қош келдіңіздер дегіміз келеді. Қош көрдік. Құдалығымызды бастайық ағайын. Не дегенмен вальстің королі болған Шәмші ағамыздан бірден сұраған екен, қазақта құдіретті 42 әріптің ішінде қасиеттісі қайсысы? Сөйтсе Шәмші ағамыз ойламастан құдай еді. Ода қандай құдіреті бар десе, 18 мың ғаламда 6 күнде жаратқан құдай. Одан соң қасиетті кітабымыз Құран, одан соң пейілі кең қазақ. Қазақтан соң құда құдағи құдаша депті. Сондағы құда құдағи құдаша деген сөздің мағынасын сұраса, құда дегеніміз қыз бен ұлды дайындайтын адам, құдағи деген қыз бен ұлды дайындайтын арнайы ғылыми институт, құдаша деген қыз бен ұлды дайындайтын арадағы шпион адам деген екен ағайын. Бүгін енді жайылған ақ дастарханымыздың төрінде Аллаға шүкір құдаларымызды да құдағи құдашаларымызды көруге өте қуаныштымыз. Ал енді даладай дастарханымыздың иесі болған Бақытжан ағамыздың бүгінгі мерейлі мерекесі құтты болсын. Бір әумин деп баққа бермес құлан бар, мұсылманның дінінде бата менен Құран бар дейді ағайын. Қамбарбек ағамыз бен Кеңес ағамызды ортаға бір шақырып, дастарханның ақ батасы мен ақ тілегін алсақ деп едік. Келіңіздер, тойымыздың бетін ашып беріңіздер ағалар. Қамбарбек ағамыз бен Кеңес ағамыз. Неменеге жетістің балы батыр, қариялар азайып бара жатыр. Бірімені келместің кемесіне, бірі күтіп әнекей жағада тұр дейді. Осындағы әрбір шаңырақтың қазыналы қарттары болған, осындағы Қамбарбек ағамыз бен Кеңес атамызда бір әумин деп, алақат жайып баталайық ағайын, әумин. Құрметті құдалар, бұл кеңесі ұята жерден кеңесі құтты болсын, бұл құдалықта құтты болсын, өстіп аз қосын бірге сатқанда үлкен бір отбасы болайық. Аумин. Құдалар, құдағилар төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Мына дастарханымыздың берекесін берсін, екі жасы аман болсын, өссін, өнсін, ұрпақтарымызды көбейте берсін. Біздің арманымыз осы еді. Бұл бастамасы, Құда қаласа, осы арманымызға жеткенімізге қуанып отырмыз. Ұрпақтарымыз аман болсын. Мына бойдақтарға жұмысты болсын, дастарханымыз мол болсын, дастархан байлығын берсін. Жастарымыз аман болсын, аумин. Әумин. Батам батпасын, бата жерде жатпасын. Бата берген Қамбарбек атам мен Кеңес атамның айналасына шөбере шөпшек қаптасын. Сол шөбере шөпшекті баға білдер, екі атам артынан қолдап шаршасын деп қояйық. Айтқан ақ-тілек баталарымыз қабыл болсын. Дастархан басына жайғассаңыздар рұқсат. Ал қадірменді құдалар, алдарыңызға ас қойдық, екі қолды бос қойдық
дейді, жақын емес ат берілетіп, шырайлы Шымкентте келген жайларымыз бар. Асқазандарыңызды байлап, көңілдеріңізді жайлап отырыңыздар. Құлақтарыңыздың құрышын қандыратын, таразымыздың жезқазған күндіз көмей әнші қызсан келбетті қыздарымызды ортада керекет ән шашумен қарсы алыңыздар ағайындар. Алдағы астана алып отырыңыздар. Қайырлы күн қадірмен ағайын, тойларыңыз той боласын. Елімізден әрдайым береке байлар, қуаныш келтірсін. салынатын жай бар. Бірақ не дегенмен жайылған Ақтөс-Тарханымыздың төрінде орналасқан қадірлі құдалармен бір танысып алғанды жөн санап жатқан жайымыз бар. Мыңның жүзін білгенше бірдің атын біл дейтін қазақпыз ғой ағайын. Bir көрген таныс, екі көрген біліс, үшінші көргенде туысқандай жабыс деп жатамыз. Ал енді Бақытжан аға, бір жақсы танитын ағамыз болса, әулетті бір құдаларға таныстырып қоятын. Әлде өзіңіз таныстырасыз ба? Ассалаумағалейкум. Адамдар құтты болсын. Өте қуаныштымыз. Бір жақтан бауыржан ағам Алматыдан келген, осы шығыс таныстырады. Бір жақтан. Сіз жақтан бір адам айтыңыз. Құрметті құдалар, қош келдіңіздер. Мынау екі жастың құдалығына бәріміз бас қосып отырмыз. Жақсы болсын, ары қарай тілектер көп айтылады ғой. Біріншіден таныстырайын деген продюсер Бақытжан деген бауырымыз Ерболдың папасы. Енді тарихта кетсек, баяғыда айттым ғой оны. Марқұм Ерболдың әкесі біздің ағамыз, Бақытжанның ағасы үлкен жеңгеміз 97-де өмірден кетті. Ағамыз 2-ші жылдары өмір өткенде Ербол, Гаухар, Абзал кішкентай балалар болғанда Бақытжан бауырымыз осы кішкентай балаларды өзіне алып, орысша айтқанда опекунство алып, келдегі марқұм келініміз алма болған. Сол Ерболды, Гаухарды, Абзалды өсірген, тәрбиелеген Бақытжан бауырымыз. Енді осы Бақытжанның тәрбиесін алған, Бақытжан қолында өскен, папаның орнына папа болған марқұм келініміз Алмаш мамасы болған. Сол сіздерге барғанда
Бақшаның өзі денсаулығы болмай жүргеннен барамады, бірақ жүрегінде бізбен бірге болды. Хабарласып тұрып, телефонмен соғып, сөйлесіп тұрдық. Осы бел құда, әсеке, сіздің бел құдаңыз Бақшан. Қарастырдық қой, біз әулет, дулаттан шыққан әулет, дулат ішінде көкірекпіз, көкірек ішінде шымыр ішінде көкірекпіз. Біз Нұралдан тұқымдарымыз, Нұралдан Арқабай, Марқабай, Құлжабай деген атамыз болған. Ол жерде жиналған қауым, жиналған туысқандар Баке өзі бәрін шақырды, бәрі көрсін, баламның бір қуанышта бәрі бас қосайық тек, мен сол кішкене аздық дейін. Ең үлкен бізде Марқабай атамыз болған, марқұм баяқ кезінде. Марқабайдың тұқымы Кенес ауылда тұрады, Ақбек деген ауыл, Мадаққа қастағы Кенес ағамыз. Одан кейін Арқабай болған атамыз. Арқабайдың тұқымы Қасен. Шымкентке барған Қасен деген бауырымыз. Алматыда тұрады. Одан кейін Құлжабайдан 3 баласы болған. Сайлаубек, Жамалбек, Жандарбек деген. Сол Сайлаубектің балалары бұл жерде отырған Сәуле әпкеміз, Шымкентке барған көрдіңіз. Одан кейін Арыстан, одан кейін Бақшан и Майра осында. Ең үлкені көкеміз, ең үлкен Сайлаубек баласы Қамбарбек көкеміз. Сәулені айттым ғой. Қамбарбек, Сәуле, Арыстан, Бақшан, Майра. Асан Үсен деген, болған Үсен деген Ерболдың папасы, Асан Үсен деген екі ағамыз болған, 53 жылға екеуі де офицер болған. Ең бірінші Қазақстанға егіз жігіт, екі офицер болған, екеуі де марқұм болды. Сол одан кейін Асан Үсенден кейін Сәуле. Одан кейін Сәулебектен кейін Жамалбек. Жамалбектің баласы мен, Бауыржан. Одан кейін менен кейін Жамалбектен кейін Жандарбек деген көкеміз болған. Жандарбектің балалары өшірде. Ерлан бастаған, Шымкентке барған Ерлан. Одан кейін мерде отырған Нұрпейіс, Марат, Бағдат. Келіндерді осында. Келіндер тұрып қойдыршы. Келіндер бәрі ваши, Шымкентский, Қызылординский. Сіздер туысқандарыңыз. Ал енді мерде еще таныстырғаным айтайын, бізде ауылда тұратын әпкеміз бар. Әсем әпкеміздің баласы Қанибек. Біздің үлкен апамыздың баласы Қанибек келінмен бірге. Одан кейін мерден Ерболдың нағашылары бар. 3 нағашы Фарида, Алма, Гүлі. Кішкене тұрып көрсеңдерші, ойлай осылай. Бұл Ерболдың туған нағашылары. Ерболдың мамасының сіңлілері. Осында Таразда тұрады, Алматыда тұрады кісілер. Арнайы осы құлалыққа келіп отырған кісілер. Одан кейін қалғандары жерде Бақшанның түп нағашылары бар. Ордан деген бауырымыз, Марат деген бауырымыз. Сен нағашыларың ғой. Ербол Бақшанның нағашылары, Ербол түп нағашылары. Ордан Марат осында. Одан кейін кімді жеңгейлері, Ербол жеңгейлері Зайра, мен жеңгем, мен марқұм ағамның жолдасы Зайра бар. Одан кейін бұл жақта басқа келіндер бар, қыздары бар. Ерболдың бауырлары, Ерболдың ең жақын ел Қуаныш деген інісі, құрдасы Алмаз осында.
Бақшан балалары, Қуаныш пен Алмаз Бақшан балалары. Одан кейін Жандос деген Сәуле әпкеміз баласы, Қапар көкеміздің баласы Марат. Осында келіндерімен бірге. Зайраның қызы Алия күйеу баламыз екеумізді. Күйеу баламен келген. Жандос та келінмен келген. Қалғандардың билегенде танысамыз ғой. Жеңшеміздерді, Тамарын айтпадым, ауылда тұратын Тамары жеңшеміз, Түркібаста тұратын Тамары жеңшеміз бар. Ертең туған күні болады. Бүгін құттықтаса тұрылады. Подарықтарыңызды беріп, бүгін құттықтап болғанға. Ертең туған күніне барамыз. Сіздерді шақырдық туған күні ертең, Түркібасқа. Қош келдіңіздер, қалғандарын әлі танысамыз, айтамыз. Бірақ негізі біз қуаныштымыз, сіздер көргенде өте қуаныштымыз. Жақсылап демалайық, күндерде болайық. Құдалық деген қызық, жақсы, ойнап, күліп, бірге болайық. Ағайымыз, ағайымыз, бәрі Түркібастан. Түркібастан жігіттеріміз. Бұл сияқты болдық па? Ағайын бәрі Ақбиікті Түркібастан. Сояқтан бәрі. Сіздердің жегіз біздерді? Рахмет үлкен аға, таныстырған ағамызға бір қол шапалақ ұрып қойыңыздар шағеки. Таныстырудың өзі керемет мұны туынды. Байқадыңыздар құдалар, тамыры тереңге жайылған өте бір үлкен әуле. Ал енді төріміздегі құдаларға да бір микрофон кезегін ұсынсақ, әулеттеріңізді бір таныстырып қойсаңыздар. Ассалаумағалейкум, құдалар ері, бақытжанға. Құдалықтың негізі басты бір мақсаты екі елді бір-бірімен таныстыру жалпы. Біздер бүгін құдалыққа келіп отырған құрамыз біздің әкеміз 4 ағайынды болған. Мен өзім Асқар құдаларымыздың інісі боламын, бауыры. Сол әкеміз 4 ағайынды, біздің әкеміз ертерек өтіп кетті, марқұм болып. Өзінен кейінгі ең үлкен ағасы Сейіт көкеміз. Әкемізден өзінен кейінгі інісі ағамыз болды. Көкемнің үйіндегі жеңгеміз Гүлзада. Міне, мәкісі болды. Сейіт көкемнен кейін өзінен кейінгі інісі Абыл көкеміз ағамыз болады болды. Абыл көкемнің үйіндегі жеңгеміз Рая жеңгеміз мәкісі болды. Жалпы Асқар құдаларыңыз танисыздар, Айшаның папасы. Мына жігіт Асекеңнің бажасы. Мұрат. Мына кісі Асекеңнің кейінгі бажасы аты Нұрәлі болады. Өзбекстаннан келіп отыр бұл кісілер. Жаңа әкеміз 4 ағайынды деп айттық, ең үлкені біздің әкеміз болса, одан кейінгі 2 ағамыз отыр, одан кейінгі ең әкеміздің кішкене інісі Қошқар деген көкеміз болған, ол кісі де ертең кетіп қалды арамыздан. Соның баласы Мұстафа. Мен жаңа өзім Асқардың інісімін деп айттым сіздерге, біздің үйдегі құдағиларымыз бар, аты Айгүл. Мынау маған құдаша Асқардың балғызы, аты Роза. Сіздерге де құдаша беремін. Мына кісі құдағиларымыз, Айшаның анасы, Асекеңнің жұбайы. Мына кісі жаңағы Асекеңнің балғызы, есімі Гүли, Тәшкенге келіп отырған Роза еді. Көшеға толға, сіз Гүли деп дедіңіз. Мына кісі Асқар құдаларыңыздың қарындасы, менің әпшем аты Шолпанай. Мына кісі әкеміздің өзі 4 ағайынды болса, өзінің 3 қарындасы болған, соның ортаншысы Зубайда әпшеміз. Бұдан үлкен әпшеміз бар еді, ол кісі кетіп қалды. Бұдан кейін тағы бір әпшеміз бар, ол кісі бұл жаққа келген жоқ еді. Кейін тойларда көріп жатасыздар. Жалпы біздер осылар орта жүз Қоңырәлінен алғай боламыз. Рахмет үлкен қол шапалақ ұрпайыңыздар, таныстырған құдамыз өзі бір қараңыздар. Міне бүгін керемет небір батырлар мен дүлдүлдер шыққан ұлы жүзбен
немерелеріңіз кіші жүзді баласы болмағай. Былай қарасаңыздар, бүгін Бақытжан ағам қазіргі заманның Абылай ханы болып тұр ғой. 300-дің басын қосып жатыр. Ал енді бүгінгі мерейлі қуаныш құтты болса, таныстықтың құрметіне құдаларды бір жақсылап барып алдыртып қойсаңыздар. Жақсылап алдыртып қойыңыздар. Осындағы облысымыздың мәдениет қайраткері болған Ілескен ағамыздың атынан жақсы бір ән шашу болсын ағайын. Қабыл алыңыздар. Ассалаумағалейкум, қайырлы қонақтар, құрметті құдағайлар, қош келдіңіздер. Той болғасын, жастар бақытты болсын. Қабыл алыңыздар, көңіл отырыңыздар. Тағына қош келдіңіздер дейміз. Өздеріңіздің құрметтеріңізге. Сыйласайын, баламыз жылдық болсын. рахмет үлкен. Көп түкірсе көл болатын дейтін қазақпыз ғой. Бүгінгі болса Шымыр елінің ақ туы мен көк туын желбіретіп жүрген әулеттің үлкен осында аға, ата, апа, жеңгелеріміз, әпкелеріміз бар еді. Сол бір кісілерді ортаға тілек кезегіне шақырсам деп едім. Қарты бар үйдің қазынасы мен берекесі қатар жүреді дейді әулетіміздің үлкен ақ жаулықты әпкелерімен
осындағы аға жеңгелеріміз Сәуле әпке бастаған Тамара жеңгемізді, Арыстан, Қалекеш, Бауыржан, Хасен, Ерлан, Гүлмира атты қадірлі қонақтарымызды ортаға ақтық кезеңіне шақырамыз қанекей. Келіңіздер, сөзден асыл маржан теріңіздер. Әулетіміздің үлкен ата-апалары. Рахмет, той құтты болсын, қадірменді әпкелер, аға жеңгелер. Әпке деген жақыным, ол да айтар ақылым, естіп қалса бітер сөз, жездеге айтқан жасырын, жезделерге сенгенбіз, жезделерге көнгенбіз, жезделер аман болсын деп бір әпкемізді бергенбіз деп еркелейден әпкелерімізбен осындағы аға бауырларымыз шықты. Ағасы бардың жағасы бар, енесі бардың тынысы бар, әпкесі бардың норқара шапкесі бар дейді ғой яғни. Той құтты болсын, Сәуле әпкеміз. Бастайды ма? Бастаймыз. Той құтты болсын. Құдалар, басқан қадамдарымыз құтты болсын, бұл бітсін. Не деймін, келгендеріңізге өте қуаныштымыз. Көптен күткен күн ғой бұл негізінде. Қанша жылдан бері Ербол баламыз кішкене жай басып, жай басып бала екен. Оны білмедік, асықтырдық. Сонымен мінекей Айша күтіп отыр екен. Немесе Ербол Айшаны күтіп отыр екен деген сияқты. Мінекей бұйрық. Бұйрық деген осы. Өте қуаныштымыз бізге осындай айдай қыз келген. Келініміз жарқырап жүрген екен. Өте қуаныштымыз. Екеуі жақсы отбасы болып кетсін деп тілеймін. Ал менің құдалар бәрақтарыңызға жақсы тілеймін. Осындай жақсы себепте көрісіп тұрайық, кездесіп тұрайық, хабарымызды біліп тұрайық деген сияқты қуаныштымын. Құтты болсын мынау құдалығымыз, мынау отырыс. Кішей, жей, билей деген сияқты жалпы айтқанда. Өте қуаныштымыз сіздермен танысқанымызға. Жақсы тілер дейміз сіздерге. Рахмет үлкен әпке, айтқан тілегіңіз қабыл болсын. Жанына бар жақсыны жиып келген бүгінгі керемет тойда ең сұлу красавица әпке боламын деп шашын иығына киіп келген Сәуле әпкемізге бір дуыл шапалақ ұрып қойыңыздаршы құдайым. Не дегенмен тілек айтылып жатыр, арасында шапалақ ұрып отырайық ағайын, ал ағалар жалғастырайық. Саламатсыздар ма, құрметті құдалар, біздің құдалық болып келіп жастар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын құдалықтарыңыз. Құда қаласа көкірегенге құда болмасыздар, біздің Ербол баламыз. Енді анау біраз жүріп қалып деп жатыр, жүрсе де әбден өзінің несін іздеп жүрген ғой бойындағы қызын. Мына келініміз қандай әдемі, өзінің енесіне ұқсаған айнымайды өздеріне. Мына балалар бақытты болсын, дендері сау болсын, құда қаласа үрлі шүкірлі болып, бастары көбейе берсін. Біздің көкіректің келіндерінің бәрі жаман емес, сол келіндердің жолынан жүре берсін. Әр уақытта жастар ұзақ болып, сіздер де осындай жақсылық дейміз, сіздерде де жаңа келін түсіп, келін алып, сіздерде біз сияқты болып қуана беріңіздерші. Құтты болсын барлығы, бәрі жақсылық деймін. Ай, рахмет үлкен, жеңеше айтқан ақ тілегіңіз қабыл болсын. Ал ағаларымыз әрмен қарай жалғастырайық. Мен ассалаумағалейкум, құрметті құдалар, мен жасым үлкен болса да, менің жол өткенде арқа байдың баласы. Рахмет. Ал енді құрметті құдалар, қанша тіптен айтып отыр, қандай сөздерді айтып отыр. Мұнда бар рахмет осындай қыз баламызды өз өзімізге де сөйлеп отырғанбыз. Құдаларымызға жолдық болсын. Тек қана жақсылықтың тойда есебейді. Тойымыз жалғай берсін, тек қана тойды мауына берсін. Ал ассалаумағалейкум құдалар, төрге шыққандар құтты болсын.
Мен көп айтпаймын, бәрі жақсылықтың бәрін айтып жатыр ғой, кешеден бері өткен сіздің ауылға барғанда да сондай болды. Мен сіздерге бір рахмет айтқым келді. Кеше келдік Алматыдан жолдасымыз екеуміз, қарындасының үйіне. Сонымен бір Ербол мен Айша келді. Енді жүрісіне, істеген тірлігіне Құдайға көп рахмет айтқым келеді. Тәрбиесі зор екен. Тәрбие көрген жер айтыр. Біздің баламыздың тәрбие көрген, текті жерге шыққан ғой. Бірақ ол кезінде бос өскенде, бірақ мен Құдайға көп рахмет айттым. Тәрбиеңіз өте керемет екен. Мына 2 жас бақытты болсын. О 2 жастың арқасында айтыр, сіз біздің таусылмасын. Құдаларымыз 1000 жылдық болсын. Сыйластығымыз ары қарай жараса берсін. Көрген жерде сәлеміміз дұрыс болсын сіздерге. Рахмет сол. Қайырлы күн, құрметті құдағилар келген алыстан, мына көптен көрмеген жақта отыр жаңағы күні Ерболдың біздің құдашаларымыз, Ерболдың нағашы әпкелері бар, басқа бауырлары бар, інілер, қайнылар, әпкелер, сіңлілер дегендей. Барлықтарыңызға қош күндей бүгінгі мынандай керемет көктемде нұр жауып жатыр. Осындай көптен күткен анада ұзатуымыз болдыға барып қатыстық керемет. Енді бүгін есік түрімізді көрсетейік деп, құдалық деп осылай бақчан бастап күнге бақчан үйеміз ғой енді. Главный құда деді ғой енді құда. Осы айтуымен бүгінгі күнге бұйырып тұр екен, дәп тұс осылай келіп жатсыздар. Құтты болсын деп жатырмын, аяқтарыңыз құтты болсын, гүл бітсін. Өшіге келгенде әрқайсымыз бір жақсы ниетпен келеміз ғой. Жаңа айтып жатыр ғой, көптен күткен шынымен. Мінекей қанша уақыт жүріп Ербол үйленді. Мінекей осындай керемет, жаңа айтқандай мен де қосылғым келеді. Көрген жерден келген екен, осындай аз уақытта өзін жақсы жағынан көрсетіп жатыр, тырай көзім тимесін. Айша өте биязы, ибалы, инабатты. Осылай ары қарай көз тиіп кетпесін Айша, осылай одан да жақсы бол. Ол күмәніміз жоқ, жақсы келін болсын. Жақсы жар болсын, Ерболға тірек болсын. Айтады ғой, жалғыздың шаңы көрінбейді дейді. Сол сияқты бас 2 болмай, мал 2-4 болмайды дейді. Мінекей мен ойлаймын, енді мыналар үй болып, отбасын құрып, шаңырақ көтеріп жатыр ғой. Осы шаңырақтарын Алла тағала бүкіл жамандықтан сақтасын дегім келеді. Үлкен шаңырақ болсын. Әкесінің орнында жаңа ізі қалған енді осы ғой Ерболымыз. Ойлаймын, Ербол ақыл ой берсін Алла тағала. Мынау кім саған көмекші болсын, тірегің болсын, қасында жарың, Айша екеуің үлгілі отбасы болыңдар дегім келеді. Тек қана жақсысын алыңдар, өмірдегі көріп жатсыңдар ғой, қандай болып жатыр отбасылар. Солардың тек жақсы жағын алыңдар, бір-біріңізді тек қана көтеріп, сүйемелдеп, өсіп, өніп, Құдай қаласа аман есен қол аяғын бауырын жинап алып, бізді қуантсын, немере әкелсін, бізге өссін, өнсін, көп балалы отбасы болсын, үлгілі отбасы болсын. Біз мақтанатын жақсы келін мен қайным болсын, үлкен шаңырақты болсын, өссін, өнсін, осыны айтқым келеді бүгінгі күнде. Аспанымыз ашық болсын. Бүгінгі мереке ұлы отан соғысының күні, жеңіс күні құтты болсын дегім келеді. Бәріміздің бір қандай болсын да кішкене болсын да неміз бар, өзім әкем ұлы отан соғысына қатысқан, инвалид, жаңағы ветеран, участник болып келген кезінде маған өте ыстық бұл күн, бұл өзінше ұмытпайтын күн болады деп ойлаймын. Именно 9 мамыр күні осылай басымыз қосылып отыр. Жеңіс болсын, әрдайым аспанымыз ашық болсын. Біздің бала шағамызда өсіп жатқан немерелеріміз еш жамандық көрмесін, аспанымыз ашық болып соғысты көрмесін. Тек қана бейбітшілік заман болсын, сіз бізіміз таусылмасын, құдалар, құтты болсын бүгін. Осылай келіп дастарханда отырғандарыңыз аман есен болыңыздар. Сіз бізіміз таусылмай, алтын көпір аламызда, қоржынмен әрі-бері құда-құдағайлар деп араласып, Шымкентке барғанда біздер, Алматыға келгенде біз Алматыдамыз, Таразға келгенде әрдайым есіктеріміз ашық. Бір-бірімізбен араласып, құраласып, осы Ербол мен Айшаның жаңа ата-анасы деп екі жақтан ата-анасы орындамыз ғой енді, тілейміз. Жатқан жерлер жайлы болсын ол кісілердің қолпаштап, жаңа сын дейді. В общем, не деймін енді жастар үшін. Жастар бақытты болсын дегім келеді, айналайындар.
тек қана қуандыңдар, бізді жақсы жүрістеріңмен, тұрыстарыңмен, үлкен отбасы болыңдар, қара шаңырақ болыңдар, құдалар тағы да құтты болсын деген келіп, қош келдіңіздер. Бүгін жақсылап тойлап, бүгін отбасыларды жақсылап көңілді отырып, ішіп жеп, барлығымыз жақсы көңілмен қайтайық осы жерден. Рахмет. Бауырым Ербол, енді жаңа марқұм ағамыздың 10 жас болған ғой, менде 15 бір жүріп қойыпты. Құлар, қош келдіңіздер. Мынау жеңешеміз мұғалім. Бұл бірінші пара. Жеңешемнің сөздері әлі біткен жоқ. Соған дайындалды. Жеңешемде де жақсы бір тілектер бар, дайындалып жатқан. Мен көп айтпай-ақ, мынау әрекенің сөзден қосылайын деп едім. Мынау біздің дәулет бізге осылай керемет келін келді, Айша деген. Мен оны сіздердің Шымкентте болғанда айтқан. Айша деген біздің апамыз, аты Айша апамыз болған. Біздің әулетімізді Түлкібаста бәріне ақылшы болған, бәріне көмектескен апамыз, соның жолын берсін Айшаға. Басқа келіндерге алтын сырға құлақтарына. Келіндер көп қой, Құдай шүкір. Бірақ келін осы, мен жасым қаншада? 65-темін. Бірақ келін, жеңгелерді айтпайын, бірақ келін туған күніне звондады. 65 жылда бірінші рет келін маған телефон соғып туған күнмен құттықтады. Қалғандар келіндерді айтпай қойын, білмейтін шығар, бірақ жаңа келін келеді, сол жүрекке жақын болып қалады да. Жақсы. Қалған келіндер имейте в виду, бірінші январьмен туған күнім, Айшадан үлгі алыңдар. Бірінші январь күні маған звондау керек. Ол Асекеннің құдағайын сайын тәрбиесі әрекет сөзде соғып тосып тұрмай. Көп рахмет сізге. Асеке, Сәке, осындай қыз бізге бердіңіздер. Мынау біздің баламыз, айтқандай айтпай, ерке бала, бақшаның қолында өскен бала, ерке болды бәрімізге. Марқұм бүгін келе жатып мен айттым оны. Марқұм Гауһар қарындасымыз болғанда қалай қазір тойлайды еді ол кісі. Қайтқанда 3-4 жыл болды ғой. Гауһар қарындасымыз осыны дүркітеді, бөліп жүретін ғой өз алдымызда. Абзал деген бауыры, сол Ербол өзі бізге ерке болып, еркелеп жүр ғой. Осыда ерке баламызға, осыда ақылды дүниеге сіздер бізге осыдай келіп бердіңіздер. Мынау сіздерге біздің туысқанға айтатын, Құда қаласа бесікте бас айры қосамыз. Құдай шүкір бәрі аманшылық болсын, жақсылық болсын. Келіміз аман-есен қол-аяғы жинап бізге сәбие келсін, соны жақсылап бірге тойлайық, қуаныш бірге болсын, жақсылық болсын. Ал енді Асеке, сіздерге осындай Шымкентте енді құдаларымыз Құдай шүкір бар ғой, бірақ сіздер ерекшесіздер. Осындай араласып тұрайық, әпкеміз айтқанда бірге болайық, қуаныштың бәрі бірге жүре берейік. Бүгінгі мынау кішігірім құдаларымыз көңілді болып жақсы өтсін. Біздің жүрегіміз ашық. Мен кейбір біздің бауырымыз бар ғой, Хасен, Әлеке, қалғандар бақшаң қазір кішкене ауырып жүрді, бірақ баяғыда айтатын, таразға келсеңдер, бақша деп, бақы деп айтсаңыздар, зеленый слот қой бізде. Жамбыл облысында 100-мен, 150-мен өте берсеңдер, біреу тоқтатса, бақы десеңдер, бәрі жібере береді. Кішкене айтып кететін, таныстық кетейін деп едім. Бақша бауырымыз, екеуміз арамыз 18 күн. Мен 1-ші январь, бақшаның 19-ші январь. Бақшаның өмір бақи қызмет милицияда істеген, бастаған
охранада бастап, одан кейін көп жыл облгайды административный практикада районның бастығы болған подполковник, сонымен пенсияға шыққан. Сол мен Таразға келген совета мен мынау оңбаған Сергей Kokkoy'да бұрын жақсы еді. Арақ ішіп аласында жүре бересіз, бір адамса бақшаның көлік көрсетесінде Құлжабаев фамилиямыз бір ғой. Бақшаға дейсінде бәрі ғой, жүре беріңіздер баққа деп жіберетін. Мынау бақша бауырымыз осы Тараз облысында, Жамбыл облысында құрметті милицияның ардагері, пенсияға шыққанына біраз жыл болған, бірақ мен презентация бақшаға бақшан қазір кішкене өзі бір-екі жыл денсаулыққа байланысты болмай қалды да, қазір біз жерде тұрмай-ақ, бақшамыз тұрмайды, өзі сөйлеп, өзі өлең айтып, билеп, сіздермен жүре беретін. Бірақ қазір денсаулығына байланысты бақшаға айтып, сен көп жерде отыра берші. Бірақ Ербол осы бақшаның тәрбиесін көрген, сол айтады ғой, мен папаның тәрбиесін көрген ғой деп, маған бәрі жақсы болу керек деп. Марқұм келініміз Алмаш болды өте қонақ жайлы, үлкен, осы Таразда бәріміз баратынымыз үйіміз, осы жерде отырған кісілердің бәрі баратын үй бақшаны үй еді. Келініміз қолы ашық, сөрден бәріміз дәм тәтпай өтпейді, қара шаңырақ сөрде болған. Осы енді өмір ғой, өмірде сондай болып қалды да, балабақшан балалар екі үйде, не дегенмен сол ештеңеге қарамай 44 мың сөйлейді. Мен білесіздер ғой, мен сөйлей беремін. Вы можете сесть. Ал сол бірге болайық, тойлайық, жақсы демалайық. Мынау сіздер сұрадым да, келген адам, шет адамдар бар ма? Жоқ дейді. Бір кісі бар екен. Бізбен бірге отыратын. Қалғандар сол біз қуаныштымыз. Сол қуаныштымыз шығып баратыр ғой енді көлімізден. Жақсы болсын, аман сау болайық. Ассалаумағалейкум, құдағилар, құдашалар. Бүгін жеңгемізбен ағамыздан кейін сөз қалады енді. Бұл кісілер профессорлар, институтта сабақ берген кандидат профессорлар енді. Келген қадамдарыңызға гүл бітсін, құдалығымыз мың-жылдық болсын, 2 жас бақытты болсын. Үсен ағамен Сағатова жеңешемнің үрімбұттықтарын көбейте берсін. Құлжабаевтардың үрімбұттықтарын көбейтсін. Барлықтарыңызға осындай той жұғысты болсын. Біз болдық. Біз кейінірек қана сөйлейміз. Құдалар төрге шыққандарыңыз құтты болсын, аяқтарыңыз оң екен. Біз қанша осы Тараз жерінде Жамбыл өңірі жауынды күтіп отырдық, сіздер жауынды алып келдіңіздер. Аяқтарыңыз оңнан болсын, ниеттеріңіз түзу әрқашанда. Өткенде Тәтішайға барғанда айтқанбыз сіздерге, өсіп өнген елімізде, мына байқап отқан шығарсыздар, қайнағаларымыз профессор, кандидат наук, барлықтар енді әлі сөздері көп айтатын тектер сіздерге. Қадамдарыңыз оң болсын. Айша қызымыз бен Ербол қайным бақытты болсын. 2 жастың осы түзеп отырған алтын көпірі әрқашанда биік болсын, берік болсын көпірлері. Көкірек еліне келгенде әрқашанда төрден орындарыңыз болсын. Өзі Айша қызымызға енді айтып отыр, Құдай өте жақсы өнер көрсеткен, өсіп өнген жерден екен байқадық. Негізі Айша апа осы
көкелер айтып кетті ғой, ең кіші баласының үйінде болған сол апамыз, сол апаны мен сол апаға қарағанмын, Айша апаға, сол сияқты өзім тәтті шайға барып, Айша қызымызды апамызға ұқсайтындығын байқап, жан-жағын байқап, біліп қайтқанмын. Өте ризамын Құдай сізге, Құдай игілігіңізге. Мен қосайын деген Қоңырат елімен құда болып жатырмыз ғой. Бізде Қоңырат елдің күйеу баласы бар. Бата берді ғой бірінші жылы. Кеңес деген бауырымыз, көкеміз. Қоңыраттың күйеу баласы. Біз анау Шымкентке барғанда бізге ренжіді маған. Сен мен неге қоспадың деп, мен де баратын едім. Яғни Қоңыраттарға баратырмын. Сендер мен күту керексіңдер дейді. Қоңыраттың күйеу баласы. Сен келесіз, мынау жаққа столға отыр, адам ақсақал бізге отырсын. Қоңыратқа бар. Рахмет үлкен ағалар, аталар, айтқан тілектеріңіз қабыл болсын, уайым-қайғыларыңыз жоқ болсын, көңілдеріңіз тоқ болсын. Санағанда шатасатындай шөпіре-шөпшек саны көп болсын. Ал ағалы жеңгелеріміздің айтқан ақ тілегінен соң ыстағандағы сусын ішке тарап жоқ болсын деп қояйық. Төрдегі құдаларды жақсылап барып біралғытып қойыңыздар. Ал енді бізден де бір жақсы ән шашу болсын. Қазақтың қасиетті қара домбырасымен, сыңғырлаған сазды сырғайымен жақсы бір әнімізді тарту етейік ағай, қабыл алыңыздар. Және де саксофон аспабы.
ортада тілек айтатын құдалар мен құдағи деп әулетіміздің бел құдасы мен құдағиынан басқа барлық жаңадан келіп жатқан құдағиларды ортаға тілек кезегіне шақырамыз. Ғалеки үлкендеріміз бастап келіңіздер, сөзден асыл маржан теріңіздер, қадірменді құдағилар. Ал енді қадірменді құдалар, қош келдіңіздер. Келген қадамдарымызға құт береке бітсін. Алла қаласа осы 2 жастан тарайтын немерелер тау көтерген толағайдай батыр болсын, ұлы абай атамыздай ақын болсын. Ел кем дегені бір облысты басқаратын әкім болсын деп жақсы бір тілек айтайық ағайын. Ал құдалар той құтты болсын, тілек өздеріңізде. Ассалаумағалейкум. Құдағилар, мына бүгін құдағилар тұтатқан құдағилар мына жайған дастарханыңызды ұзындырып бере берсін. Құда қаласа мына күйеуі қызым екеуі бақытты болсын, өсіміне берсін. Құда қаласа сіз сияқты шалдар болып немере шөбере солардың қызын көріп ойнап күліп шауып жіберіңіздер құдағилар. Құдалар осы жердегі барлық баршы келгендер. Құда қаласа рахмет болсын, дендеріңіз сау болсын. Құда қаласа немере шөбере көре беріңіздер. Осылар сіздердің бір ақылды күйеуі ақылды қыз бола берсін. Жақсы амандық болсын. Барлық телемізді тойлар берсін. Тойға келе берейік. Жеңгеміз қой сөйлесін. Өніміз. Саламатсыздар ма құдалар, бүгінгі мынау тойларыңыз құтты болсын. 2 жасыңыз бақытты болсын. Әрқашанда елеулі, халқына қалаулы, жас азаматтар болып өсіп, өніп, өзін көбейе берсін. Барлығымызға жақсылық тілеймін. Еліміз аман болсын, заман тыныш болсын. Құрметті де қадірлі құдалар, қонақтар, бүгін кереметтей құдалық тойдың куәсі отырмыз. Жаңа құдалықтан басталған уақытта осы әулеттің үлкендері, ағалары, қариялары жақсы тілектер айтты. Сол тілектерге періштелер аумин деп, Құда қаласа мына біздің Айша қызымыз бен Ербол баламыз бақытты бола берсін. Құда қаласа осы әулетке қала берсе халыққа мынау туған бақытжан құдамызға қызметін аямасын, адал перзенттер бола берсін. Құда қаласа одан қала берсе өздеріне қызмет қылсын. Осы әулеттің көкірек елінің ұрпақтарын көбейте берсін. Осы 2 жасымыз Құда қаласа бақытты болсын. Құдағилар, мына құдақтарыңыз құтты болсын. Мына 2 жасымыз бақытты болып өсіп өне берсін. Осы жерде отырған мына ата әжелердің жолын берсін екеуіне. Осы жақтың кесегесін көгерте берсін, сіңіліміз келген жерінде. Бақытты болсын жастарымыз. Құрметті құдағилар, мына істеп жатқан құдалық тойларыңыз құтты болсын. Дендеріңіз сау болсын. Мына Бақытжан құда, бел құда сізді көргенім өте қуаныштымын. Танысқанымызбен де қуаныштымын. Әрдайым күліп, ойнап жүре беріңіз немерелеріңіздің алдында, Құда қаласа. Мына қызым мен балам бақытты болсын, Құда қаласа. Әрдайым жүздерің жарық болып, өсіп өніп жүре беріңдер. Мына аталардың, әжелердің жолдарын бере берсін Алла. Мына Айша қызымыз енді бізден де тәрбие алған, бірақ сіздер де көп алған деп ойлаймын. Сіздер сияқты Құда қаласа ибалы, инабатты келін болып қызметтеріңізді істеп жүре берсін, өздерінен көмейе берсін. Құда қаласа көп немерелер сыйласын Алла Тағала оларға, сіздерге де Құда қаласа әрдайым
Елдеріңіз сау болсын, аспандарыңыз ашық болсын. Рахмет үлкен, айтқан тілектеріңіз қабыл болсын, ал әрмен қарай құдаларымыз жалғастыратын. Брavo, жақсы тілектен, той құтты болсын. Ассалаумағалейкум. Құдағилар, жастарымыз бақытты болсын, қосқанымен қоса барсын. Асқар менің бажам, мен Өзбекстаннан тұрамын, Ташкентте. Мазырбек жері басып келді. Әрдайым жастыққа келексіздер өнеріңізге, тойларға келейік. Жастарымыз бақытты болсын. Рахмет үлкен, айтқан тілегіңіз қабыл болсын. Айтады ғой, бастан асып бажалар бірін-бірін мазалар, үлкеннің бажаның маған мынандай жаза бар деп жатады. Жалпы енді құдеге бажа деген сөздің мағынасын білесіз ба? Бажа деген бас ауырғанда жазатын адам деп жатады. Жанына тағы бір екі мағына қосыпты. Екіншісі бір үйдің аруларынан жанданған адамдар екен. Үшіншісі бір үйдің аруларынан жәбір көрген адамдар екен ғой. Бірақ құдама қарасаңыздар, жүзі сондай нұрланып, жайдарланып тұрған шайыбы соған қарағанда жанданған жансыз ау деп. Тойларымыз құтты болсын, ал әрмен қарай жалғастырыңыздар. Қосыламыз, барлығымыз қосыламыз ба? Тағы тілек айтам деген кісілер бар ма араларыңызда? Қосыламыз, ал онда айтқан тілектеріңіз қабыл болсын. Екі жас үбірлі шүбірлі жусандай төбірлі болсын. Күйеу бала жарына сүйеу болсын. Бүгінгі бала келін Алла қаласа ана келін дана келін болсын. Күйеу бала сіздерге құдалар бір қырлы сегіз сырлы болсын. Ал дулат елі шыбырлар елі алған келіндеріңіз нан жапқыш бала тапқыш болсын. Бақшадар әулеттеріңіздің ұрпағын көбейте берсін деген келеді. Ал қадірменді құдалар, айтылған тілек барлығы қабыл болсын. Енді мынау бүгін керемет қуанышымызды бөлісіп, осындағы Тарас триосының мүшесі болған өнердегі ағамыз Ержан Ыдырысов ағамыз келіп отыр екен. Баянист, өзі сырнайшы, әнші, композитор ағамыз. Осы бір ағамыз төрдегі құдалардың құрметіне бір жақсы әнімді тартып өтсем деп жатыр. Жалпы Тарас триосының мүшесі, әншісі Ержан ағамызды бір ортаға қарсы алайық. Артынан асықпай би болады құдалар. Рахмет, айтқан тілектеріңіз қабыл болсын. Дастархан басына барып жайғасаңыздар, рұқсат қанекей. Құдалы құдай құтты болсын ағайын. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Мынау бүгінгі құдалықтарыңыз құтты болсын. Мереке құтты болсын, жеңіс күні. Мынау Бақытжан ағамыздың қуанышы болып жатыр екен. Кеше аны естіп, енді қасындағы жігіттер бір іс-шараменен Шымкентке кетіп еді. Шымкенттіктер осы жаққа келіп отыр екен, байқап отырмын. Сондықтан құдалығыңыз құтты болсын. Көбінше жылдық дейді, мына балалар бақытты болсын. Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай? Алматыдан келген ағаларымызды көріп отырмын. Енді әрине бүгінгі осы құдалыққа сол құдалар келіп жатыр, осы жастардың арқасында. Сондықтан бір-екі әнімізді жолдайық. Екі жас бақытты болсын, бәке. Еліңіз сау болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Мінекей осындай той томалап көбейе берсін. Енді құдалар дегеннен кейін құдалар туралы әннен бастайық. Oh
Қазақша айтқанда алтырайықты, орысша айтқанда антракты дейді. Ортада керемет би, көңілді күй болсын. Артынан бақыттың әйелі атты шоу программаға да уақыт бөлейік. Алып келген дүниелеріңіз болса, алып келген заттарыңызды табыстасаңыздар